Біздің сериал біздің өте бұзық кейіпкеріміз Джон есімді күлкілі бұзақыдан басталады. Ол орта мектепте оқиды, бірақ шынымды айтсам, ол барлық достарын есінен адастыратын нағыз кішкентай шайтан. Тіпті мектеп директоры Джулия да оған шыдай алмайды. Ол әрқашан оның қабағын түйіп, оның ең қорқатын адам екенін айтады. Тіпті нағашы апасынан да артық. Кездейсоқ Джон досы Ханмен бірге суретке түсіп қалады. Кенеттен директор жуынатын бөлмеден шығып кетіп, кездейсоқ кадрға түсіп қалады. Бұл өрнек үшін кешірім сұрап, оны өзімен бірге тартып алады. Юбка. Оның келбеті өте күлкілі болып көрінеді. Сондықтан ол Джонның бейнені өшіруін қатты қалап, оның артынан қуа бастайды. Әрине, ол одан қашып, скутеріне секіреді. Ол кетер алдында біздің кейіпкеріміз Зизидің оны мазақ етіп жатқанын көріп, скутердің кілтін тартып алады. Сондықтан ол кете алмайды. Бірақ сол сәтте ол директордың үрейлі айқайын естігенде, кілт оның қолынан сырғып кетеді. Кішкентай шайтан Джон мүмкіндікті жіберіп алмай, кілтті ұстап алып, зымыран сияқты ұшып кетеді. Өкінішке орай, өмір әрқашан соншалықты мінсіз бола бермейді. Ол тікелей мектеп директорына соқтығысады. Скутер құлап, ер адамды қағып, басынан ауыр жарақат алады. Екеуі де ауруханаға жеткізілді. Ауруханада медбике әріптесінен үшінші төсекте жатқан онкологиялық науқастың жағдайы туралы есеп беруін сұрайды. Бірақ медбикелердің бірі қателесіп, Джонды оның орнына үшінші төсекке жатқызады. Осы кезде Джон мектеп директорының қасына келіп, оған үлкен тосын сый жасап, сен кімді ұрғаныңды білесің бе, ақылды жігіт, деп таңғалды. Бұл мектеп директоры. Джон үрейленіп, бірден өзін әшкерелеп, жоқ, мен жеткілікті болдым, дейді. Мен шеттетіліп жатырмын. Ол одан жалынып жалбарынып, қарғыс айта бастайды, және оны жұмыстан шығармауын өтінеді. Өйткені ол жай ғана кедей бала. Кездейсоқ оның әпкесі Зизи сол ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Ағасының қатерлі ісікке шалдыққаны туралы хабарды естігенде, ол басқалар сияқты үрейленбейді. Оның орнына ол оның медициналық қорытындысының кездейсоқ басқа науқаспен ауыстырылғанын анықтағанша тергеу жүргізеді. Джон үйге келгенде, оның аң сияқты тамақтанып жатқанын көреді. Оның көзіне түскеннің бәрін жейді. Тамақ таусылмайды. Жануар ешқашан тойып тоймайды. Сол кезде ол оған, мырза, құрметпен, сізде қатерлі ісік жоқ, дейді. Бірақ Джон диагнозға толық сенеді және өз рөлін жалғастыруда. Зизидің телефоны бар және ол секунд сайын алатын шексіз хабарламалар мен қоңырауларды қарап отырады. Олардың барлығы оның мектепке аман есен оралуын тілейді. Ол оған телефонды береді, бірақ ол оның жұмыс істемейтінін білгенде шошып кетеді. Себебі ол құпия сөзді тым көп енгізген және телефон құлыптаулы. Толық қайта жүктеуді қажет етеді. Содан кейін кенеттен директор пайда болады. Ол көзіне жас алып, оны жоққа шығармауға шешім қабылдағанын мейірімділікпен айтады. Ақырында біз оған тағы бір мүмкіндік береміз. Әсіресе ол ауырып жатқандықтан. Ол тіпті оған шаршаған кезде демалысқа шығуға болатынын айтады. Джон бұдан артық бақытты бола алмайды. Ол бұл оқиғаға ілініп, оны кез келген адамға айтып береді. Иә, менде қатерлі ісік бар. Аз ғана. Бір қызығы, оның денсаулығы жақсы және ол ешқашан тамақтануды тоқтатпайды. Ол тіпті досының тамағында жейді. Осыншама күйзеліске қарамастан, Зизи онкологиялық науқастың мұндай тәбетпен қалай тамақтанатынын ойлап, оны мұқият бақылап отырады. Үзіліс кезінде ол өзінің жалғыз досы Шинмен сөйлесіп, Джонның шынымен ауырып жатқанына күмәнданатынын айтады. Көп ұзамай мұғалім кіріп, жаңа байқау жариялайды. Джон оған қосылуды сұрайды, бірақ мұғалім оның тіркелгенін айтады. Сол күннен бастап Зизи оның денсаулығына алаңдаймын деген сылтаумен үстелінен барлық тағамды алып тастап, оны үнемі мазалай бастайды. Бұған тыйым салынған. Бұл денсаулыққа зиян. Бұл өнімде тым көп май бар. Олардың төбелестерінің бірінде Шин әдеттегідей Зизимен кешкі асқа келеді. Джон оны көргенде чипсы алуға кетер алдында оны өте жағымсыз пікірлермен қарсы алады. Зизи Джонның соңынан көлеңке сияқты барлық жерде жүреді. Келесі күні мектепте Джон қатты айқайлай бастайды және Зизиден оны шапалақпен ұруын сұрайды. Өйткені ол қорқынышты түс көреді. Ол қуана келіседі де, оны қатты шапалақпен ұрғаны сонша ол жерге құлап түседі. Мұғалім неліктен бұлай істегенін сұрағанда, ол мұны өзі сұрағанын түсіндіреді. Ол жай ғана оған демалуға көмектескісі келді. Сол күннен бастап барлық оқушылар Зизиден қорқады. Бір күні сабақтан кейін Зизи Джонның жоғалып кеткенін және оның сөмкесінің орнында қалғанын, өкінішке орай, бұрынғы орнында отырғанын байқайды. Ол оны алып үйіне қайтаруға барады. Джон оны көргенде таң қалады да, мысқылмен оның неге осында екенін, оған тыңшылық жасап жатқанын сұрайды. Ол ашуланып, оған сөмкесін қайтару үшін ғана келгенін және ол үшін алаңдайтынын және оған алғыс айтуы керек екенін айтады. Джон ашуланып, үйден шығып кетті де, кенет оны көлік қағып кете жаздады. Бірақ бақытымызға орай, ол соңғы минутта тоқтады. Ол үйге қайтып келеді де, мысқылмен одан қазір бақыттымы деп сұрайды. Душ қабылдағаннан кейін қызығушылық пайда болады және ол сөмкесін ашады. Тек Зизидің ауруы туралы егжей-тегжейлі жазбалар жазғанына таң қалады. Оның ішінде тамақ түрлері, дәрі-дәрмек кестесі және сусындар. Ол оның қаншалықты білімді екеніне таң қалғаны сонша, тіпті нағыз дәрігер де абдырап қалуы мүмкін. Бір қызығы, біз Зизидің дәрі-дәрмектің қандай да бір түрін өзі қабылдағанын көріп отырмыз, бірақ неге екенін әлі білмейміз. Келесі күні таңертең Джон қуанышпен мектепке асығады және онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол оған шыдай алмай, бір күн бұрын болған оқиғаға әлі де ренжіп кетіп қалады. Бір қызығы, бір күні ол оны ашуландырғаннан кейін, енді ол оған ашуланғаны үшін ренжіді. Ол жүгіру жарысына дайындалып жатқанда оны алыстан бақылай бастайды. Жарыс басталар алдында Зизи кенеттен аяғының қатты ауырғанын сезіп, терең жараны тапты. Джон мұны алыстан көріп, оның жараланғанын түсініп,
ат сияқты жүгіріп, жарыста өз орнын алады. Бірақ жарыс аяқталғаннан кейін ол оның жоғалып кеткенін білгенде қатты таң қалды. Өйткені Шин оны алып, онымен бірге дәрігерге барды. Оны да, анасын да қатты қуантқан жаңалық. Ол ақыры қатерлі ісіктен құтылды. Аурудың қайта оралмау ықтималдығы 90% болды және оның қайта оралу ықтималдығы өте төмен болды. Әрине, біз бәріміз сізбен бірге таң қалдық. Өйткені оның да қатерлі ісікпен ауырғаны белгілі болды. Сондықтан ол әрқашан Джонға қамқорлық жасап, оны уайымдайтын. Ол үйге келгенде ата-анасы көптен күткен жақсы жаңалықты естігенде қатты қуанады. Кенет есік қоңырау соғылады. Онда кім бар? Бұл Джон мырза. Әкесі оның кім екенін және не қалайтынын сұрайды. Джон, әрине, бірнеше қағаз әкелді. Егер оған себеп болса, кез келген нәрсе. Әкесі оны үйге кіргізгісі келмейді, бірақ анасы оның әдептілігі мен мейірімділігін көрсетуді талап етеді. Олар тамақ ішіп жатқанда, олар Джоннан: "Сен шынымен қатерлі ісікпен ауырасың ба, балам?" деп сұрай береді. Ол иә деп жауап бермес бұрын әр сөзінде екіленіп сүрінеді. Бірақ олар мұнымен бітпейді. Олар одан белгілері туралы да сұрайды. Джон қобалжып, не айтарын білмей қалады. Әкесі кенет еттің жақсы піспегеніне ашулана бастағанша, Джон терең дем алып, олардың назарын аударған барлық нәрсе үшін үнсіз Құдайға шүкіршілік етеді. Кейінірек Зизи екеуі біраз әңгімелесті. Ол одан ата-анасының қайда екенін сұрады. Ол оған теміржол апатынан қаза тапқандарын айтты. Ол сол күні олармен бірге болуы керек еді, бірақ сапарында шаршап ұйықтап кетті. Ол оянғанда апат әлдеқашан болған. Ол есінен танып қалды. Содан кейін ауруханада қайта оянып, көптеген құрбандардың арасында жалғыз тірі қалғанын білді. Ол оған әр түнде сол күнді армандайтынын айтты және бұл қорқынышты түс оны ешқашан тастамайды. Содан кейін ол тайып кетіп, оған: "Мен сені жиі армандаймын", деді. Ол одан абдырап: "Не айтқың келеді?" деп сұрайды. "Мен қандай да бір қорқынышты түс көріп тұрмын ба?" Ол не айтарын білмей үнсіз қалады. Ол оған одан әрі қысым жасамайды. Керісінше ертең оған тосын сый дайындағанын айтады. Келесі күні ол оны онкологиялық ауруханаға апарады. Екеуінің қалжыңдап күлгені сонша, тіпті оның дәрігері мен Шин де таң қалады. Өйткені ол ешқашан ешкіммен бұлай әрекет етпейді. Және олардың романтикасы мұнымен бітпейді. Олар кешеден бері бір-біріне өте жақын болып, күні бойы мектепте бірге болып, түнде сағаттап сөйлесетін. Бір күні ол одан қай колледжге түскісі келетінін сұрады. Ол кездейсоқ жауап берді: "Бұл маңызды емес. Ол шын мәнінде білімге мән бермейді." Ол оған жоқ деп нық айтты. Білім — бұл мақсат және оған амбиция қажет. Ол амбиция дегеннің не екенін сұрап мазақ етеді. Ақырында оның сөздері оны сендірді және ол бірден интернеттен іздей бастады. Бірақ олай емес екенін білді. "Сен оның ешбір пәнін мүлде оқымадың." Келесі күні мектепте ол Зизидің оған толық сабақ кестесін дайындағанын, тіпті оған көмектесу үшін профессор Шинді шақырғанын біледі. Шолу. Біреуі түсіндіреді, екіншісі қайта қарайды. Тамаша схема. Бірақ Джон риза емес және шағымданады. Ол бұл баланы неге онымен айналысуға әкелгенін сұрайды. Бұл Шинге қатысты екені анық, бірақ әрине, ол мұны тікелей айта алмайды. Ол оны күн сайын ұрып-соғып, оны тоқтаусыз жаттығуға мәжбүр етеді. Бірақ оның мейірімді жүрегінің арқасында олар бірге серуендеп аквариумға барады. Джон тәртіп бұзушы болғандықтан, ол жерді суретке түсірудің орнына оны суретке түсіреді. Оның қобалжығаны сонша, ол ұйықтап жатқандай кейіп танытып, басын аяғына қойып жатқанда маржан бұталарының арасынан қайда қарау керектігін білмейді. Үйге келгенде олар шексіз әзілдесіп күледі. Кенеттен Шин пайда болады. Ол ыңғайсыз жерде тұрады. Ол одан онда не істеп жүргенін сұрағанда, ол жай ғана оны көруге тоқтағанын айтады. Кетіп бара жатып, ол Джонды тоқтатып, оны жақсы көретінін немесе сүймейтінін сұрайды. Джон жауап бермей кетіп қалады. Шин ашуланып, оны қатты, шексіз және шын сүйетінін айқайлайды. Ақыры бітіру күні келді. Джоннан басқа барлық студенттер тойлайды. Ол Зизидің ол жерде жоқ екенін байқайды. Ол оған жүгіріп келіп, сүйіспеншілігін мойындайды. Бірақ ол иә немесе жоқ деп бір түрлі жауап береді. Бұл оның оны жақсы көретінін білгісі келеді. Ол оны жақсы көреді ме, жоқ па? Бірнеше күннен кейін колледжге қабылдау нәтижелері жарияланады және Джон оның психология, туризм факультетіне қабылданғанын біледі. Келесі күні оған жақын досы келіп, Зизиді шынымен жақсы көретінін сұрайды. Бір қызығы, Джон өзінің сезіміне бой алдырып, сезінетін нәрсесінің махаббат па, әлде жай ғана таңдану ма екеніне сенімді емес. Үндемейді. Жаңа күннің басында төртеуі жиналып, жақсы уақыт өткізуді ұйғарады. Джон оларға тапсыруы керек кішкене көңілді қамырдан жасалған қағаздарды береді. Бірақ бір түрлі нәрсе болып жатыр. Шиннің көзінде мұң пайда болады. Бұл оның Зизидің қазір Джонды жақсы көретінін сезінгендіктен бе, әлде бұл басқа нәрсе ме? Кейінірек ол оны дәрігерге апарды. Ол қазіргі уақытта оның жағдайы тұрақты екеніне сендірді. Бірақ ол тағайындалған лечению қатаң сақтап, диетаны ұстану керек. Және ең бастысы, дәрі-дәрмекті уақытында қабылдау керек. Ақырында Зизи Шинаны тастап кетіп қалады. Ол оған менімен бірге бол, мені жалғыз қалдырма дегісі келгендей мұңды көздермен қарайды. Бірақ ол мүмкін емес. Джонның онымен бірге үйіне қайтып бара жатқанын көргенде, ол одан сайын нашарлай түседі. Бейшара жігіт, оның тыныс алуы қиындап, жалғыз отырып,
ол туралы ойланады. Ол оған деген сүйіспеншілігін мойындағанын есіне алды, ал ол одан бас тартты. Ол Джонды жақсы көретінін сұрағанда, ол жауап беруден жалтарып кетті. Сол кезде ол оның Джонды жақсы көретінін және оны басынан бастап күткенін шынымен түсінді. Шошып кеткен ол су астында тыныс алу жаттығуларын жасай бастайды, тоқтаусыз жылайды. Бұл естелік оны мектепті бітірген күніне қайтарады. Ол оған сүйіспеншілігін мойындау кезінде студенттер алмасатын дәстүрлі сыйлықты беру керек еді, бірақ ол өз ойын өзгертті. Ол оның соңынан еріп, Джонның сүйіспеншілігін мойындағанын көрді. Оның жауабы түсініксіз болды, бірақ ол оны сүймейтінін де айтқан жоқ. Шиннің жүрегі жарылып, ол ауырып жылады. Келесі күні біз кейіпкерлерімізге аквариумға қайта барған кезде ораламыз. Онда жұмыс істейтін қыз оларға суретке түсуге тыйым салынғанын ескертеді. Өйткені бұл тіршілік иелері сезімтал және бұл оларды алаңдатады. Содан кейін олар мысық пен тышқан сияқты дауласа бастайды және бұл романтикамен, нәзіктікпен және махаббатпен араласады. Өздері де байқамай, қол ұстасып қалады. Үйге қайтып бара жатқанда, ол кенеттен одан жаңа нәрсені көргісі келетінін сұрайды. Ол оның не айтқысы келетінін сұрайды. Ол оны өзімен бірге скутерге мінгізеді. Олар құстар сияқты ұшады. Ал мәселе оның рөлде отыруында. Мұндай сәттердің қаншалықты романтикалық екенін бәріміз білеміз. Шынымды айтсам, ол осы сәттің романтикасынан толық ләззат алған жалғыз адам болды. Ал біздің сұлу қызымыз өзін көбелек сияқты сезініп, толқуға толы болды. Гүлдердің арасында ұшып жүр. Келесі күні 4 дос қайтадан бас қосады. Олардың 4-ші досы тоңазытқыштан сусындар әкеледі. Бірақ Шин мен Зизи ішпейтіндерін айтып, бәрін таңқалдырады. Джон өзін жайсыз сезінеді және ол да ішпеймін деп өтірік айтуға мәжбүр. Өйткені Шин қыздың алдында өзінен жақсы көріне алмайды. Содан кейін олар шындық па, батылдық па ойынын ойнай бастайды. Ал кезек Джонға келеді. Олардың бәрі одан Зизиге бұрын өтірік айтты ма деп сұрайды. Енді ол ақыры абдырап қалды. Егер ол бұл сұраққа жауап берсе, онда ол өтірікші. Егер ол ішсе, онда ол да өтірікші. Қалай болғанда да, ол әшкереленген. Ол тағы да өтірік айтып, оған ешқашан өтірік айтпағанын айтқысы келеді. Бірақ досы оған сақ бол, жігітім, деп ескертеді. Бұл ойында өтірік айтуға болмайды, тек шындық. Джон тоңып, беті бозарып кетті. Зизи одан сұрайды: "Сонда не болды? Сен маған өтірік айтып тұрсың ба? Немесе сіздің әңгімеңіз нақты неде?" Бақытымызға орай, Шин мейірімділікпен кіріп, оны құтқару үшін бірдеңе ойлап тауып, бұл жай ғана құтқару үшін өтірік екенін және бұл туралы көп ойланбау керектігін айтты. Осы сәттен бастап Шин мен Джон өте жақын дос болады. Үйге қайтар жолда олар бір-бірімен велосипедпен жарысады. Кенет Шинаның алдынан көлік соғылып, оның қатты құлап, қолына зақым келтіруіне себеп болды. Джон асығыс қайтып келіп, оған жедел жәрдем шақыру керек пе деп сұрайды. Шин оған бәрі жақсы екенін және бұл қажет емес екенін айтады. Джон келіседі және олар жалғастырады. Бірақ кенеттен Шин тағы да есінен танып, қатты дірілдеп қалды. Ол эпилепсиямен ауырады, ал құлау ұстаманы тудырды. Джон дереу жедел жәрдем шақырады, ал Шин дереу ауруханаға жеткізіледі. Өкінішке орай, ол тым кеш келіп қайтыс болды. Бұл Джон үшін де, Зизи үшін де қорқынышты соққы болды. Өйткені олар оған ең жақын адамдар болды. Олар бірнеше күн бойы есеңгіреп қалды және естеліктер олардың санасында шексіз айналды. Бір күні Джон әлі қайғырып жатқанда, оның әпкесі дәрігер оған келіп, өзін өзі құртуды доғаруды және келесі күні университетке түсуге дайындықты бастауды айтады. Ол оған біраз ақша беріп, қайтыс болған ата-аналары туралы айтып, оны ағасы ретінде ғана емес, ұлы ретінде де көрмейтінін айтты. Ол одан басқа біреу үшін емес, өзі үшін өзгеруін сұрайды. Шиннің өлімі Джонға қатты әсер етті және ол шынымен де басқа адамға айналды. Ол әпкесінен жақында айтқан өтірігі үшін кешірім сұрайды және ертеңнен бастап басқа адам боламын деп уәде береді. Ол оны болашақта не күтіп тұрғанын ешкім білмейтінін еске салып, жылы сөздермен жұбатады. Джон сөмкесін жинап болған соң, үйіне Зизиге барып, оны автовокзалға апаруын өтінді. Ол келісті. Автобуста ол асқазан қатерлі ісігімен ауырмағанын мойындап, ақыры оны есеңгіретіп тастады. Зизи ренжіп, одан неге өтірік айтқанын сұрады. Ол өтірікті бәрінен де жек көретінін айтты. Ол одан алыстап, мұңайып жалғыз отырды да, оны тастап кетті. Кейінірек ол оған хабарлама жіберіп, оның жақсы болғанына қуанышты екенін айтып, өмірінде сәттілік тіледі. Содан кейін ол оған тосқауыл қойды. Джон бірнеше күн бойы оған хабарламалар мен қоңыраулар арқылы хабарласуға тырысты, бірақ ештеңе көмектеспеді. Сонда ол не істеп жатыр? Ол өзінің ең жақын досы арқылы хабарлама жібереді. Хабарлама оған жеткенде, досы одан Джонға қатты ашуланбауын өтініп, оның өтірік айтқысы келмейтінін және мұның бәрі директордың қудалауынан құтылу үшін басталғанын түсіндірді. Олар оған шындықты айтуды жоспарлаған, бірақ олар ешқашан дұрыс сәтті таппаған. Бұл сөздер оған қатты әсер етті. Кейінірек ол Джонның хабарламасын ашады. Ол бейнежазба болып шығады. Онда ол бір күні әдемі қызбен танысқанын айтады. Алғашында ол оны ренжітті деп ойлады, бірақ ол оның бүкіл өмірін жақсы жаққа өзгертіп, оны жаңа адамға айналдыратын адам болатынын елестете алмады. Кенет видео аяқталып, хабардың екінші бөлімі бар екенін көрсетеді. Келесі күні Джон досына қоңырау шалып, хабарды жеткізбегенін сұрайды. Досы оның жеткізгенін растайды. Джон неге Зизи оның құлпын әлі ашпағанын және одан әрі не істеу керектігін ойлайды. Осы кезде оған кампус қауіпсіздігі қызметі қоңырау шалып, оған бір келуші келгенін айтады. Таңқаларлық жайт, келуші Зизидің өзі, ол хабарламаның қалған бөлігін аяқтауды сұрайды. Джон өзін ұялшақ сезінеді. Ол мұндай романтикалық жағдайларға мүлдем үйренбеген. Ақырында
Ол онымен тезірек бір жерге баруын өтінеді. Әрине, ол қуана келіседі. Ол оны скутерге отырғызады. Ал олар зымыран сияқты жарысады. Олар қайда бара жатыр? Теңіздің ортасындағы яхтаға. Сол жерде Зизи Джоннан сүңгуір костюмін киіп, Шиннің соңғы хабарламасын су түбіндегі хабар жәшігіне салып беруін сұрайды. Джон дәл осылай жасайды. Ол сыртқа шыққаннан кейін сүңгуір нұсқаушысы кенеттен айқайлап, досының есінен танып қалғанын хабарлады. Джон оны ауруханаға апарды. Сол жерде ол оның қолындағы жараларды көріп, оның қанында қатерлі ісік бар екенін түсініп, шошып кетті. Ол одан неге мұны одан жасырғанын және неге оған шындықты айтпағанын сұрады. Ол күш пен оптимизмге толы күлімсіреп, ешкімнің көзінен аяушылықты көргісі келмейтінін айтты. Ол күшті өмір сүрді және күшті өлуге ниетті. Ол өзіне ұнайтын нәрсені өз бетімен жасауға шешім қабылдағанын және ережеге сай өмір сүретінін түсіндіреді. Кейінге қалдырмаңыз, бүгінгі арман ертеңге қалады. Джон оны қазір шынымен жақсы көретіндіктен ол оған сүйек кемігін беруді шешті. Бірақ әпкесі ол үшін қатты уайымдап, бұл шешімге үзілді-кесілді қарсы. Ол оның шешімін абайсыздықтан басқа ештеңе деп санамайды. Бірақ Джонның шешімділігі сонша, ол оның ісіне жауапты дәрігер Зизимен кездесуге барады. Дәрігер оны донорлық олардың қанының қаншалықты үйлесімді екеніне, оның оң немесе теріс екеніне байланысты екеніне сендіреді. Егер нәтиже оң болса, олар Құдайға сенім артады және трансплантацияны жалғастырады. Жақсылыққа үміттенеді. Келесі күні Джон оған ауруханаға барады. Екеуі де өте бақытты, бірақ әрқайсысы жүрегіндегі мұңды бір-бірінен жасыруға тырысады. Ол мұны бірден сезіп, оның жағдайы жақсымы деп сұрайды. Ол, әрине, мағыналы жауап береді. Содан кейін ол оған әрқашан өзі сияқты болғысы келетінін айтады. Көңілді, өршіл және өмірге деген сүйіспеншілікке толы. Ол өзінің ауруына әрқашан аса сақтықпен қарайтынын, дәрі-дәрмекті уақытында қабылдағанын, дұрыс тамақтанғанын, үнемі дәрігерлерге барғанын және тексеруден өткенін түсіндіреді. Бірақ онымен кездесіп, жақынырақ танысқаннан кейін, ол өмірде бәрі де қатаң кесте мен қатаң ережелерге бағынбауы керек екенін түсінді. Бұл жерде күлуге де, көңіл көтеруге де, әзіл қалжыңға да орын бар. Джон оның сөздерін қатты толқумен тыңдайды. Осыдан кейін ол кетіп, университетке қайта оралады. Онда оның қаншалықты өршіл болғаны анық болады. Ақырында оның шын мәнінде қол жеткізгісі келетін нақты мақсаты бар. Оның ең әдемі жері, ол оған күн сайын дерлік барады және ол оны үнемі бақытты және жақсы жұмыс істеп жатқанына сендіруге тырысады. Ол одан, мен саған Шиннен алған соңғы хабарым туралы айтып бергенімді қалайсың ба, деп сұрайды. Содан кейін ол оған не жазылғанын айтады. Шин мектепті бітіргеннен кейін сүңгуір жаттықтырушысы болуды армандады және су астындағы махаббат пошта жәшігін көру үшін төменге түскісі келді. Ол хабарды өзен түбіне қойғанда, оның соңғы тілегін орындауға тырысты. Ол сондай-ақ Джонға Шиннің Америкаға оқуға баруды армандағанын және оны қатты жақсы көретінін айтты. Ол Джонды бұрын қызғанған, бірақ соңында оны қатты жақсы көретін. Джон оның бейкүнә, әдемі келбетіне тәнті болып, мұқият тыңдайды. Сөйлеу кезегі келгенде, ол университет билетін алып, оны құттықтауын сұрайды. Ол ақырында нағыз, құрметті колледж студенті болды және ол ертең оны мақтан тұтады. Ол күлімсіреп, мектепті бітіргеннен кейін кім болғысы келетінін сұрайды. Ол оған бұрын ешқашан болашақ туралы ойламағанын, бірақ қазір бәрі өзгергенін айтады. Оның көзқарасы мен ойлау тәсілі толығымен өзгерді. Мұның бәрі оның кесірінен. Ол оны қатты жақсы көретінін, оған ғашық екенін және ол үшін бәрін жасайтынын мойындайды. Ол оған жүрегін төккенде, ол шыдай алмайды. Оның көзінің көрінісі оның да оны жақсы көретінін, бірақ оған бұл туралы айтқысы келмейтінін анық көрсетеді. Өйткені егер ол өлсе, Құдай сақтасын, ол оның өмірінде бос орын қалдырғысы келмейді. Кейінірек Джон оның жоқтығын өтеу үшін ата-анасына барады. Шынымды айтсам, олар оған өте қуанышты және өте бақытты. Олар оған керемет тағам дайындап жатыр. Шынымды айтсам, кез келген адам сонда болғысы келеді. Тамақтанып болған соң, Джон олардың үйінде түнеуге болатынын сұрайды. Тіпті Зизидің бөлмесінде түнеуге рұқсат сұрайды. Оның ата-анасы алғашында таңғалады, бірақ ақыры келіседі. Келісіңіз. Оның бөлмесіне кіргенде, ол оның заттарын, дәптерлерін, жазбаларын және нәзік, әдемі киімдерін, ойыншықтарын қарап шығады. Соңғы көріністе біз оның сол жерге қайта оралып, су астына сүңгіп, соңғы хабарламасын пошта жәшігіне түсіріп жатқанын көреміз. Бұл оның қайтыс болғанын көрсетеді. Содан кейін біз оның емтихан тапсырып жатқанын көреміз. Ол өте бақытсыз. Ол зейінін шоғырландырады. Өйткені ол туралы ойлауды тоқтата алмайды. Ол оны есіне алған сайын, одан бетер көзіне жас алады. Сол күннен бастап ол жалғыз, мұңды адамға айналады. Олар бір кездері бірге болған жерлерге ғана барады. Ол қайда барса да, олардың естеліктері оның көз алдында жарылып, ажырасудың қаншалықты азапты екенін көрсетеді. Бұл солай және біздің қадамымыз осымен аяқталады. Лайк басып, жазылыңыз. Келесі драмада кездескенше.